География және математика таңдау пәндеріндегі ең бағаты мамандықтар. Сен де география мен математика таңдау пәндерің бе? Онда реально табыс әкелетін мамандықтарды бірге қарап шығайық. Сонымен, бүгін біздің тізімнің алғашқы басында тұрған бұл бізде менеджмент және де басқару. Бұл ең престижный мамандықтардың бірі. Егер мықты управленец болсаң, компаниялардың биг боссы дәл сен боласың. Бизнесті дамыту, стратегия жасау, адамдарды басқару все в твоих руках. 2024 жылғы грант балдары: ең жоғарғы балл 139, ең төменгі балл 126. Екінші, қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі. Ақша қайда, успех сонда. Қаржыгерлер всегда сұраныста, өйткені любой бизнесте ақша айналымын дұрыс басқару керек. Мұнда сен компаниялардың экономикасын реттеп, инвестициялармен айналысасың. Қысқаша айтқанда, финанс кинг боласың. 2024 жылғы грант балдары: ең жоғарғы балл 140, ең төменгі балл 121. Аудит және салық салу. Сен цифрларды жақсы көресің бе? Тогда бұл мамандық дәл сен үшін. Бұл жерде бухгалтерия, салық жүйесі, документ тексеру сияқты маңызды скиллдарды үйренесің. Кейін жақсы финансист болсаң, жалақың да өсе береді. 2024 жылғы грант балдары: ең жоғарғы балл 138, ең төменгі балл 121. Көлік қызметкері, яғни логистика, груз, транспорт, логистика. Все это сен басқаратын сфера. Кез келген компания тауар тасымалдарды тиімді ұйымдастыру керек. Ал логист осының мастер. Егер көліктік логистикалық жүйелерді түсінсең, табыс та мүмкіндіктер де көп. 2024 жылғы грант балдары: ең жоғарғы балл 129, ең төменгі балл 117. Келесі бізде маркетинг және де жарнама. Сенің фантазияң мықты ма? Халықтың вниманиясын қалай аударуды білесің бе? Тогда маркетинг сенің мамандығың. Мұнда бренд жасау, пиар, реклама, әлеуметтік желілерді басқару сияқты мощный скиллдарды үйренесің. Реально жақсы маркетолог болсаң, кез келген компания саған жақсы табыс төлейді. 2024 жылғы грант баллары бойынша ең жоғарғы балл 133, ең төменгі балл 118. Саған қай мамандық больше всего ұнады және қай сферада жетістікке жеткің келеді? Комментарийге жазып кет. Бай-бай!